Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыз әдістерге арналады. Әдістер қоймасы. Әдіс-тәсілдер оқытудың негізгі элементі. Мен сіздерге маңызды деген 5 әдіске тоқталатын боламын. Бірінші әдіс сөздер банкісі. Сөздер банкісі әдісі кезеңінде оқушылардың алдына арнайы 2 банкі қойылады. Сыртын әшекейлеп әрлеуіңізге болады, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Оқушыларды шатыстыру үшін сабаққа қатысты сөздермен сабаққа қатысты емес сөздермен араластырып, бірінші банкіге барлық сөздерді салып қоясыз. Ал екінші банкіге осы тақырыпқа қатысты, осы тақырыпты ашатын сөздерді екінші банкіге ауыстыруы қажет. Екінші әдіс оқиға атауы. Бұл әдісті әдебиет сабағында қолдануға болады. Оқиғаның шарықтау шегі, дамуын болжатуға болады. Және шынайы нұсқамен салыстырады. Үшінші әдіс хикая картасы. Берілген суреттер арқылы оқиға желісі бойынша орналастыруы қажет. Төртінші әдісті былайша қолдануға болады. Оқушылардың алдына метеорология, климатолог, Цельсий шкаласы деген сөздердің мағынасын ашу керек. Балаларға попкорн ыдысына әртүрлі қағаздарды орап, әдемі етіп өзіңіздің фантазияңызға байланысты жалғастыруыңызға болады. Бесінші әдіс еркін әңгіме. Еркін әңгіме әдісі кезеңінде оқушылар өздерінің пікірлерін айтып, өмірмен байланыстырып айтады. Сіздерге қандай әдістер қажет, қандай әдістермен бөлісейін, өз пікірлеріңізді қалдырып үлпіл басуды ұмытпаңыздар.